Армысыздар, құрметті ата-аналар. Павлодар қаласы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы инновациялық үлгідегі жалпы орта білім беру мектебі 2024 жылдың сәуір айының 1-нен тамыз айының 31-не дейінгі аралықта мектебімізге мемлекеттік тілде оқытатын және де орыс тілінде оқытатын бірінші сыныпқа оқушыларды қабылдайтын туралы хабарлайды. Мектепке оқушыларды қабылдау egov.kz электронды порталы арқылы жүзеге асатын болады. Толыққанды ақпаратты экрандағы көрсетілген нөмірден және де Instagram желісіндегі мектеп парақшасынан біле аласыздар. Әрбір ата-ананың басты мақсаты өз баласына сапалы білім мен саналы тәрбие беру. Сіздердің мақсаттарыңызды жүзеге асыру үшін біздің мектебімізде толыққанды жағдай жасалған. Олай дейтін себебіміз 2020-2021 оқу жылында мектебіміз заманауи мектеп жобасы аясында күрделі жөндеу жұмыстарынан өтті. Соның нәтижесінде заманауи ақпараттық технологиялармен толыққанды жабдықталды. Біздің білім ордамызда республикалық деңгейде үздік деп танылған ұстаздар қызмет атқарады. Және де мектебімізде жұмыс атқарып жатқан үйірмелер осы оқу жылында көптеген жетістіктерге жетті. Атап айтар болсақ, би үйірмелері, домбыра үйірмесі, спорт үйірмелері және де ұлттық спорт үйірмелері өздерінің жемісті жұмыстарын атқаруда. Баршаңызды Алтын Ұя мектебімізде асыға күтеміз. Біздің мекен жайымыз Лермонтов көшесі 93-те 1. Байланыс телефоны төменде көрсетілген.